Осы сүйікті ісімді үй жағдайында инкубатордан балапан шығарудан бастадым. Алдымен 2020 жылы біреуден қаз балапандарын сатып алдым. Несушка қызыл тауықтар. Соларды өсіріп, 2021 жылы линді ақ қаздар бар ғой. Соларды көбейтіп бастадым. Содан кейін жайлап 2021 жылы ланды қаздарды алдым. Араластырып, линді мен ланды жаңа қара қаздарды. Тұқымдарға 1-2 шуден алып қалдым. Жаңа үй атағаздар болды, араластырып. Содан кейін 2022 жылы жаңа кубанский серый қазды өзі ерекшеленіп, сондай әдемі қара ақудай сияқты болғасын, оған қызығып, соны дамытты бастадым. Екінші жылы шағын ғана инкубатор приум птицезавод 64 жұмыртқа салатын алдым. Соны жайлап бастырдым. Айна шамасына жаңағы жұмыртқа сатамын тауықтың. 5 күн арасында жаңағы жұмыртқаларды жинап инкубаторыма саламын. Ол 21-22 күн араларында балапан шығады. Қазын жаңағы балапандарын күзге дейін өсіріп, оларды тушқылап жаңағы сойып сүрлерініп қоямын. Қазын етін сатыққа шығарамын. Жалпы отбасы бюджетіме өте тиімді. Алдағы уақытта жоспарым, мына өзіме жаңа ұнап қалғаны доминант тауықтар. Олардың жұмыртқалары әртүрлі түс болғасын. Жаңағы жасыл жұмыртқа болады, қызғылт, қоңыр түсті, көкшіл, қоңыр түсті жұмыртқалар өте қызықты өзіме. Соларды алда уақытта келесі жылға доминант тауықтарды бастырып шығарып сатайын дегенім жоспарда бар.